Саламатсыздар ма? Біз сіздермен бүгін қазақ тілі сабағында салалас құрмалас сөйлемдермен танысатын боламыз. Сабақтың тақырыбы пошта қызметін қолданамыз, ұлттық маркалар, салалас құрмалас сөйлемдер. Сабақтың мақсаты сабақ барысында студенттерге салалас құрмалас сөйлемдерді меңгерту, пошта қызметінің маңыздылығын түсіндіру, ұлттық маркалардың қажеттілігімен таныстыру. Салалас құрмалас сөйлем. Құрамындағы жай сөйлемдері салаласа байланысқан құрмаластың түрі. Салалас құрмалас сөйлем баяндауыштары тиянақты тұлғада келіп, бір-бірімен тең дәрежеде байланысады. Салалас құрмалас сөйлемнің жай сөйлемдері өзара мағыналық тұтастықта болып, интонация, жалғаулықсыз және жалғаулық шылаулар арқылы байланысады. Жалғаулықсыз іргелес байланысқан салалас мезгілдес, себептес, қарсылықты, түсіндірмелі, шартты, салыстырмалы түрлерге жіктеледі. Салалас құрмалас сөйлем ыңғайластық және, әрі, да, де, та, те, қарсылықты бірақ, алайда, дегенмен, сонда да, сөйтсе де, себеп салдар, өйткені, сондықтан, себебі, сол үшін, сол себепті, неге десеңіз, кезектес, бірде, біресе, кейде, талғаулы, не, немесе, я, яки, не болмаса, әлде, әйтпесе, түсіндірмелі жалғаулары жоқ көмекші сөздер арқылы жасалады. Салалас құрмалас сөйлем бұл сөйлемнің түрі. Құрамы кемінде 2 жай сөйлемнен құралады. Белгісі өзара тең дәрежеде байланысады. Баяндауыштары тиянақты болады. Мысалы, әлден уақытта 2 атты кісі келді де мені ағаштан шешіп алды. Бұл салалас құрмалас сөйлем. Бұл жерде бірінші ой, әлден уақытта 2 атты кісі келді. Яғни бірінші жай сөйлем. Екінші ой, мені ағаштан шешіп алды. Екінші жай сөйлем. Пошта қызметіне тоқталатын болсақ. Пошта заттарды үздіксіз жинақтап, оларды көлік арқылы таратуды қамтамасыз ететін байланыс түрі. Олар жазба хабарларды тасымалдайды, басылымдарды, ақша аударымдарын жеткізіп отырады. Пошта мемлекеттік байланыс жүйесінің маңызды мекемесі. Қазақстанда алғаш пошта бөлімі 1860 жылы Алматы қаласында, яғни Верный қаласында ашылды. Ұлттық марка. Марка дегеніміз не? Марка ол таңба, белгі деген мағынаны білдіреді. Егер белгілі бір марка рынокте берік орын алса, ол тауардың бет-бейнесіне айналады. Марканың түрлері пошта маркасы, яғни пошта жөнелтілімдерін салып жіберген үшін алым төлеу белгісі. Өндірістік марка, яғни сауда маркасы, дайындаушыны даралау мақсатымен бұйымға не оның бумасына басылатын таңба. Онда дайындаушының толық атауы, орналасқан жері, тауардың сапасы, сұрыбы, стандарт, техникалық шарттар, тағы басқа туралы мәліметтер берілуі тиіс. Ал фирмалық маркаға өндірушінің тауарларын басқа өндірушілердің тауарларынан ажыратуға мүмкіндік беретін таңба. Олай болатын болса, біз сіздермен кері байланыс негізінде мына берілген мәтін арасынан салалас құрмалас сөйлемді табуымыз қажет. Салалас құрмалас сөйлемді табамыз. Оны мағынасына қарай талдап көреміз. Олай болатын болса, үйге тапсырма ретінде салалас құрмалас сөйлем түрлерінің көмегімен пошта қызметкері мен тұрғын арасындағы болған әңгімеге сұхбат құрастырамыз. Сау болыңыздар, рахмет.